Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Енді ана үлкен білімді ұстаздарды біз сияқты жай қарапайым бір адам сөйлеп отқан кезде тұрып тұрғанын қаламадым да. О білімді кісілерді ше. Көке, ассаламу алейкум. Тойыңыз құтты болсын. Бірақ бұдан кейін енді үйде майкымен жүрмейтін боласыз. Өзі келін алғанның бір қызығы сол үйде майкымен шортимен жүре алмай қалады екенсің ғой. Тура мешіттегідей шапанмен жүретін боласыз. Алла баршаларымызға осы жақсылықты нәсіп етсін. Бір осы көкем сияқты ағамыз жеңшемізбен келе жатқан кезінде Ануар сияқты үйленген бауырымыз келіп, жақында үйлендім деген ғой. Сөйтсе мына көкем бізге де жұғысты болсын деп сөйтіп жеңгемнен таяқ жеген екен. Бірақ сізге де тағы да бізге де жұғысты болсын, біздің балдарымызға жұғысты болсын иншалла. Осы ағайындар енді мынау ұстаздарымыз дін жайлы айтып жатқаннан кейін біздің дін жайлы қозғағанымыз жараспас. Бірақ менің ескерте кететінім өзіме және мына әйелдер жағы. Біздің қазақтар қатындар деп айтады ғой. Осы қатындарға да бір ескерту ретінде мынаны айтқым келеді. Біз ата-ана тойларда бала шағаларына бақытты бол деп жатады. Бірақ бақыттың қайда екенін көрсетпейді. Бақытты бол деген тілекті бәріміз айтып жатамыз. Бірақ оның адресін өзің тауып ал дейді да бізде. Бірақ бақыт қайда десе, сол ата-ана бірінші бақытты айтудың керек жоқ. Бақытты болуды бәрі біледі. Болу керек екен, соны көрсету керек екен ата-аналар. Осы мына бала шаға өсіріп отырған әке шешелерге мына нәрсені айтқым келеді. Өте қысқа, бірақ өміріңізде маңызды болады деп ойлаймын. Әйелдер қауымы өсіріп келатқан қыздарыңызға күйеуінің алдындағы міндеттерді үйретіңіздер. Қалай ойлайсыз? Еркектер бала өсіріп отырсыз ба? Балам өскеннен кейін битесің, болмаса қуып жіберді деп басқасын аласың. Ол ойыншық емес сізге. Мына еркектер біліп алсын. Еркектер қияметте өзінің әйелінен үлкен жау керек емес сізге, егер ақысын өте алмасаңыз. Бізде байқаймыз, көбінесе еркектер маған бәрі положено деп ойлайды. Жоқ, сізге ешқандай положено емес. Хасан Аль-Басри деген кісі айтады, бір еркек көшеде достарына мейірім көрсетіп, сол мейірімді үйіндегі әйел бала шағасына көрсете алмаса, ода мұнафиқтың сипаты бар дейді. Екі жерде өзін бірдей ұстай алмаса, оның жүрегінде нифақ бар дейді. Біздің қазіргі еркектер байқайсыздар ма, көшеде бір-біріне не деген мейірім көрсетеді да, бірақ сіз көшедегілерден қияметте жауап бермейсіз. Бірақ үйіңізге кірген кезде бұлар не дейді? Осы жерде маған бәрі положено деп айтады. Керісінше айтайын, сіз қияметте жауап береді, территорияңа кіріп бара жатсыз. Ойлап қалмаңыз, мынау жер маған бәрі болады екен деп. Қияметте ақысын өте алмасаңыз, сол себепті тозаққа кетіп қалуың мүмкін, территорияға кіріп тұрсың. Осы жерде сақ бол дейді. Осы жер сенің жауап беретін жерің. Сол балаларымызды, ұлдарымызды, балам, дұрыс, еркексің, жүр дегенде жаңа былай, оң жақ сол жақ емес. Адам құсап жүр, бірақ үйленген кезде біліп ал. Мынау дүниеде әйтеуір бір абыроймен өтерсің. Қияметте сол бір қатын себепті тозаққа түсіп кетпе балам деп үйрету керек. Баламызды шариғатта өзі еркектің, әйелдің алдындағы міндеттері бар. Әйелдің еркектің алдындағы міндеттері бар. Бірақ біздің Қазақстанда мен байқаймын, тек қана әйелдер міндет қой. Өзі бізді уағызға шақырған кезде де еркектер жайлап келіп айтады. Әйелдердің міндетін айтты, еркектердің айтпа дейді, сындырайық дейді да оларды да. Мен айтпағанмен сізге жеңілдік болып қалмайын. Еркектер қияметте осы әйелдеріне жауапкершілігі қандай еді, сол үшін жауап береді. Айтады, ақысын өтей алмасаң, саған қияметте әйеліңнен үлкен жау таппайсың дейді. Сол үшін ағайын еркектер сол әйелдерімізді құрметтейік. Әйелдер де ол құрметтегенге кейбір кезде ол әйелдер де өзі бас істемей қалады негізі. Сәл құрметтесең бүйтіп шелек болып қалатыны бар да, сосын ғой біздің еркектер мақтанбайтыны. Әйелдер де өзін өзі жоғалтып алмасын, бірін-бірі мақтап тұрсын. Және бала шағаларымызды, әйелдеріміз, қыздарымызға еркектің алдындағы міндеттерді үйретейік, әйелдер. Ал еркектер ұлдарымызға қыздың алдындағы міндетті үйретейік. Ануар ұқсаған бір досымыз сөзінің соңында айтайын енді. Үйленгеннен кейін өмірінде бір қатын мақтамаған біреу екен да. Бір күні бір біз сияқты бір қатын мақтаңдар дейтін бір жарым молдаға кездесіп қалған ғой. Ана молда айтыпты, әйелдеріңнің тамағын мақтап тұрыңдар, тамақтарың тәтті болады.
анау үйіне келет, тамақ үстінде отырады, мақтайын десе біздің жігіттер әйелін мақтайын десе жағымыз қарсы қалады ғой біздің ше. Мақтай алмаймыз ғой біз. Сонда да енді ана молда айтқаннан кейін істей салайыншы дейді да, қатын, бүгін тамағың тәтті болыпты дейді ғой. Сонда әйелі жылап жібереді ғой. Мынау айтады, мә бүгін қатырдым ғой, зор қылдым ғой деген кезінде әйел айтқан екен, оңбаған хайуан, ешқашан менің тамағымды мақтамайтын ең. Сол күнгі тамақты көршінің қатыны беріп жіберген екен да. Көршінің тамағын мақтадың ғой деп жылап жіберген екен да. Сол үшін жігіттер аптасына бір 2 рет 3 рет мақтап тұрайық. Әйтеуір біреуінде сол қатының тамағы болады ғой. Бірақ расында сол ағайындар ойлаңызшы, әйеліңе не деп ренжейсің? Сенің тұқымыңды жалғастырып келе жатқан адам емес па? Көшедегі саған қатысы жоқ арзан қыздарға не деген қымбат сөздер айтасың ғой? Бірақ сенің ұрпағыңды жалғастырып келе жатқан, сенің тегіңді жалғастырып келетін, сенің балаңа есік, өмірдің есігін ашып беріп, дұрыс жолды көрсеткен әйелдеріңе жұмсақ сөйлеп тұрыңыздар анда-санда. Бірақ постоянно емес, олар түсінбей қалуы мүмкін да, анда-санда. Алла отбасымызға амандық берсін. Ануар бауырымыз бұл бізге ұстаз ғой бұл. Ұстазымызға Алла екі дүниені жақсылығын берсін. Сізге шапанмен, үйдің ішінде шапанмен жүргеніңіз құтты болсын енді. Алла береке берсін.